Сон Кихон, кальмардағы ойындардың бұрынғы жеңімпазы, жаңа мақсатқа жетуді көздейді. Ойындарды ұйымдастырған адамдарды тоқтату. Ол өзін қалайша тауып алғандарын түсінбей, денесін тексере келе капсула тауып алады. Сол кезде Чун оянады, оның ағасы Инхо, яғни ойындардың иесі, оны өлтіре алмапты. 2 жылдан кейін Чун жұмысқа орналасады. Оның досы Чунның босқа уақыт өткізіп жүргеніне риза емес. Чун адамдарды жоюға арналған ойындар туралы айтқан, бірақ дәлелдер бар, телефоны теңізге түсіп жоғалып кеткен. Сондықтан оған ешкім сенбейді. Тек оның иығына атылған оқтар ғана қалған. Ол тек бір сұрақ қояды: саған кім атқанын есіңде ме? Чун жоқ деп жауап береді, бірақ шындығында бәрін есінде. Сон ойындардың ұйымдастырушысын тапқысы келеді. Ол іздеу тобының барлық станцияларда бір уақытта болуын талап етеді. Егер олар сәтті жіберіп алса, тағы 1 жыл күтуге тура келеді. Усок өз адамдарына топтардың санын көбейту керектігін айтады. Бірақ жігіттер Сонның ақылынан адасқанын айтып арызданады. Егер олар насихатшыны тапса, Сон оларға миллиард беруге уәде етеді. Бұл олардың рухын көтеріп, олар дереу іздеуге кіріседі. Жаңа күннің таңы атады. Чун айлаққа келеді. Капитан Пак Чунға ойындар өткізілген аралды табу үшін жасырын тергеу жүргізуге көмектеседі. Олар осы аймақтың барлығын дерлік тексерген, тек төмендегі аралдарды қоспағанда. Іздеу тобы Ткачи есімді адамды іздеп жүр. Ол бейтаныс адамдармен ойнап, оларға визитка береді. Сипаттамаға сай келген адамдардың барлығын тексеріп, сөмкелерін ақтарып шығады. Бірақ бұдан да нәтиже болмайды. Аралды іздеуде ешқандай нәтиже бермейді. Бірнеше күн өткеннен кейін Усок насихатшыны тауып, дереу Сонға хабарлайды. Насихатшы саябаққа келіп, үйсіздерге нан мен билет таратады. Бірақ тек біреуін таңдау керек. Адам аш болғанымен жеңіске жетемін деген үміті күшті еді. Бірақ олардың таңдаған лотереясы жеңіс алып келмеді. Осыдан кейін ол барлық нандарды лақтырып тастайды. Адам нанды алмақшы болады, бірақ насихатшы оны аяқ астына таптап кетеді. Бұл нандарды олардың өздері таңдамағандарын айтып, Сон асығып, жылдамдықты арттырып жібереді. Оны полицей сақшысы тоқтатады. Усок насихатшының таксиге отырып, оның артынан қуғын болғанын хабарлайды. Чун деректер базасын тексеріп, көлікті кім болғанын анықтайды. Насихатшы қудалауды байқап, оларды адам жоқ көшеге апарып, ал кейін күтпеген шабуыл жасап, есінен тандырып тастайды. Ол оларға рулетка ойнауды ұсынады. 2 фигураны лақтырып, біреуін алып тастау керек. Жеңілген адам жазаланады. Агитатор бір фигураны алып, қаруды жеңілген адамның басына бағыттайды. Өлудің ықтималдығы 5-1. Бірінші раундта Усок фигураны таңдайды, оның серігі таңдамағандықтан автоматты түрде жеңіледі. Алайда револьвер атылмайды. Екінші раунд басталады. Сәттілік тағы да Усоктың жағында болады. Агитатор бұл жағдай ұзаққа созылуы мүмкін екенін айтып, револьверге тағы біргеше оқ қосады. Енді өлу ықтималдығы 5-1-ге дейін өседі. Усок 2 бірдей фигураны көрсетеді. Агитатор оған ойланып, шешім қабылдауға бірнеше секунд береді. Бірақ Усок уақыт жоғалтып, таңдау жасамағандықтан ол жеңіске ұшырайды. Бұл жолы жеңіс Ичфаға бұйырады. Пистолет атылып, бұл ойын қайғылы аяқталады. Сон үйіне оралғанда агитатор оны күтіп тұрды. Ол өзін шақырту қағаздарын жеткізуші курьер ретінде таныстырады. Сон басшымен кездескісі келеді, ал агитатор оған өзінің бұрын ойындарда жұмыс істегенін айтады. Ол мәйіттерді тасып өртейтін болған, бірақ адамдарды емес, әлемнің қоқыстарын. Бірнеше жылдық ауыр жұмыстан кейін оның мансабы өсті. Сол күні тағы бір сәтсіз қатысушыны жою тапсырмасы беріледі. Бірақ ол адам оған таныс көрінеді, бұл оның әкесі еді. Оны жойып болған соң, агитатор өзінің жұмысына деген сүйіспеншілігін түсінеді. Содан кейін ол Сонға рулетка ойнауды ұсынады. Бірақ Сон ерекше адам болғандықтан екеуінің өмірі тігілетін болады. 2 мүмкіндік қалған кезде өлу ықтималдығы 50-50 болды. Агитатор Сонның ережені бұзғысы келетінін түсініп, қаруды алып маған атпақшысың ба деп сұрайды. Оның қалтасында басшымен кездесуге мүмкіндік беретін кілт бар. Ол кілтті алуға болады, бірақ Сон өзін басқа адамдар сияқты қоқыс ретінде қабылдауы тиіс. Сон ережені бұзбай, шүріппені басады, және оқ атылмайды. Енді патронда тек бір оқ, насихатшының кезегі. Енді Сон ережені бұзғың келсе, алдымен иеңнің бұйрықтарын орындайтын қоқыс екеніңді мойында дейді. Бірақ агитатор ережені бұзбайды. Чун Сонның үйінің алдында отырып, атылған оқтың дауысын естиді. Ішінде расымен кілт болады. Сон кілтті алады, бірақ оны тұтқындауға келген Чун оған кедергі жасайды. Сол кезде көрші бөлмеде жасырынған Инхва шығып, Чунды есінен тандырады. Кілт арнайы визитка болып шығады. Бірнеше минуттан кейін Чун есін жияды. Чун Сонға өзінің де аралда болғанын және ағасын табуға тырысқанын айтады. Бірақ ойынның жүргізушісі оның ағасы екенін жасырады. Ең басты проблема жүргізушінің өлімі ойындарды тоқтатпайды.
Бұл жерде веб көрермендер бар, оларды да қолға түсіру керек. Инхва қайтыс болып кеткен Усок үшін кек алғысы келеді. Соның жертөледе бүкіл арсеналы бар, ал перденің артында өзінің шеберлігін шыңдаған алаңға өтетін жол жасырылған. Соны әрдайым бақылауда болу үшін оның жақ сүйегіне маяк орнатылған. Жаңа күннің таңы атады. Найл, Солтүстік Кореядан қашқан бұрынғы жауынгер, делдалдан қызын табуға көмек сұрайды. Бірақ ол бұл мүмкіндіктің төмен екенін жақсы түсінеді. Кешке қарай оған бір ер адам визиткамен жақындайды. Алғашқы күн сәулелері түскенде ол жұмысын тастап бір қызды жедел жәрдем қызметкерлері алып кетіп бара жатқанын көреді. Оның әкесі Кон Сокен қымбатқа түсетін раққа қарсы емді төлеуге қауқарсыз. Инхва ойындардың иелеріне үшеу болып қарсы шығу тым қауіпті екенін түсінеді. Сондықтан ол өздеріне қосылуға дайын бұрынғы теңіз жаяу әскерлерін табады, бірақ олар жақсы ақы төленсе ғана келіседі. Олардың жетекшісі Ким есімді жігіт. 2 сағаттан соң олар визиткада көрсетілген мекенжайға келеді. Ол жерде клуб бар, ал оның жетекшісі көлікте отырады. Ол бірінші болып костюм киген адамдарды байқайды. Сөйтсе олар өздерін аңдып жүргенін білген екен. Олар жалданған теңіз әскерлерін тезірек заласыздандырады. Басқа біреу сонды көлікке әкеледі. Жрун көлікті қудалауға бұйрық береді. Көлікте диктор 456 ойыншыны қарсы алады. Ол әр ойыншының ойынға өз еркімен қатысатынын айтады. Сон мұны таңдау мүмкіндігі жоқ адамдарға жасалған қарапайым манипуляция деп атайды. Диктор әлем өзгермейінше ойын жоғалмайтынын меңзейді. Теңіз әскерлеріне лимузинді тоқтату бұйрығы беріледі. Сол сәтте снайперлер көліктің дөңгелегін жарып жібереді. Сон жүргізушіге машинаны тоқтатуды талап етеді, бірақ оған бәрібір, себебі көлік оқ өтпейтін әйнекпен жабдықталған. Сон ойынға кіруге рұқсат сұрайды. Иесі рұқсат береді, кабина газға толады. Сон ұйықтағанда әйнек төмен түсіп, ойын иесі әрдайым осы жерде болғанын көрсетеді. Сол уақытта контейнерге ойынның басқа қатысушылары жиналады. Контейнерлерде шағын нөмірленген бөлмелер орналасқан, бірақ олар ойыншыларға емес, қызмет көрсету тобына арналған. Сон ортақ бөлмеде ұйқысынан оянады. Оларға алдағы 6 күн ішінде 6 ойын ойнайтындарын түсіндіреді. Соңғы ойынның жеңімпаздары сыйлық алады. Ойыншылар қызметкерлердің беттерінің неге жабық екенін және заттарының алынып қойғанын түсінбейді. Ойынның ұйымдастырушысы оларға анонимділіктің маңызды екенін айтып, заттарының ойын аяқталғаннан кейін қайтарылатынын уәде етеді. Содан соң әр ойыншының досьесін көрсетеді. Барлығында бір мәселе, ол үлкен көлемдегі қарыздар. Енді оларға ойынды тастап кету немесе жалғастыру таңдауы беріледі. Шешім қабылдауға көмектесу үшін төбеден үлкен ақша толы шошқа банкі түсіріледі. Әр ойыннан кейін банкке ақша қосылады. Жалпы сыйлық қоры 46 миллиард иен. Бірінші ойыннан кейін ақшаның қалай бөлінетіні белгілі болады. Енді әр жаңа раундтан кейін ойынды аяқтауға болады және ақша ойыншыларға беріледі. Сон таңғалады, себебі бұрын бәрі басқаша болған. Анны Шик 149 нөмірлі анасын, Гым Шаны, көпшілік арасында байқайды. Ол анасына құмар ойындарды енді ойнамайтынына уәде береді. Барлық ойыншылар колоннаға тұрып құжаттарға қол қояды. Олардың арасында Минхок та бар. Ол криптоинвестициялар туралы арна жүргізген, бірақ оның кеңестері толықтай сәтсіздікке ұшыраған. Оны Танос байқап қалып, оған тұра жөнеледі. Өйткені ол оған сеніп барлық ақшасынан айырылып қалыпты. Минхок әр видеоның соңында әр адамның инвестициялар үшін өзі жауапты екенін айтқанын еске түсіреді. Сондықтан ешкімді бәске баруға мәжбүрлемегенін алға тартады. Танос егер Минхок жеңсе, ақшасын қайтарып алатынын айтады. Сон өзінің досы Чжон Бэймен кездеседі. Сон оның мұнда не істеп жүргенін түсінбейді. Сөйтсе Чжон әйелімен ажырасып, енді ақша қажет болған. Сон оған бірге жүруді ұсынады. Бірінші ойын басталады. Қызыл жарық, жасыл жарық. Барлық ойыншылар алаңға шыққан соң есіктер жабылады. Сон өзінің тісін тексеріп, датчикті алып тастағанын байқайды. Демек топ оған көмекке келе алмайды. Барлығы ойынға дайын. Ол көпшіліктің алдына жүгіріп шығып, оның айтқандарын тыңдауды өтінеді. Жеңілген адам өледі деп айтады. Әрине, ешкім бұған сенбейді. Сон түсіндіреді, ойыншықтың ішінде жасырын сенсорлар бар екенін. Егер ол қозғалысты байқаса, ойыншы жеңілді деп саналады. Ойын басталады. Сон ойын сөздерін біледі және оларды ойыншыларға айтады. Егер олар оның айтқандарын орындаса, барлығы тірі қалады. Барлық ойыншылар алға шыққанша күтіп, ол да жүгіреді, бірақ аузы мен мұрнын жауып, марионетка оны байқамас үшін сақтанады. Дәл сол сәтте қыз арадан шошып қозғалып қалып, оны атып тастайды. Осыдан кейін ойыншылар арасында дүрбелең басталып, олардың саны күрт азаяды. Снайперлердің бірі Наил болған.
Осы кезде сон ойыншыларды қатарға тұрғызу идеясын ұсынады. Сонда қуыршақ қозғалыстарды байқау қиын болады. Но ил ойыншыларды бақылап, қыздың әкесін байқап қалады. Ал Танос басқа адамдардың өліміне себепші болған нашар ойыншы болып шығады. Біршама уақыттан кейін қаза тапқандар саны 91 адамға жеткені есептеледі. Ойыншылар ойыннан шықпауға өтініш жасайды. Сон ойынды тоқтатуға болатын ережені еске салады. Квадрат барлық қатысушылар жинақталған сыйлықты көргеннен кейін дауыс беру ұйымдастыратынын айтады. Дауыс берген 91 адамның нәтижесінде жиналған сыйақы 1 миллиардты құрайды. Егер ойын дәл қазір аяқталса, әр ойыншыға 24 миллион тиесілі болады. Соңғы дауыс бірінші ойыншыға тиесілі. Ол ойынның жалғасқанын қалайды. Ол ойыншының жүргізуші екені белгілі болады. Ойын жалғасып жатқанда барлық қатысушылар қасықпен тамақ ішеді. Сон келесі ойынның қандай болатынын сұрайды. Сон Далгон деп жауап береді. Өткен жолы үшбұрыш ең оңай, ал қолшатыр ең қиын болған. Жүргізуші қолшатырды таңдағандардың бәрі өлді деп әзілдейді. Сон бұл туралы қалғандарына айтуға тырысады, бірақ бір адам мүлдем қарсы шығады. Егер ешкім өлмесе, сыйақы өспейді. Сон келесі ойын Далгон болса, бәрібір бәріне айтып беретінін мәлімдейді. Инхо Сонның ойынға не үшін қайта келгенін сұрайды. Сон бұл ақшаны өзінікі деп санауға құқығы жоқ екенін, өйткені бұл өлген адамдардың ақшасы екенін айтады. Инхо бұған ешқандай жамандық жоқ деп санайды, өйткені ол оларды өлтірмеген. Хо бірге болуды ұсынады. Джон Гбё оның теңіз жаяу әскерінің татуировкасын байқайды. Оның да дәл сондай татуировкасы бар екен. Ол бұрынғы серігін қуана қарсы алады. Барлығы ұйқыға жатқанда Инхо өзінің әйелі қатты ауырғанын айтады. Оған бауыр ауыстыру қажет болған. Олар жақында балалардың дүниеге келетінін естіген. Бірақ операцияны тоқтатуға тура келген. Уақыт өте келе әйелі нашарлай берген. Инхо көп ақша қарызға алуға мәжбүр болды. Жұмыстағылар оны пара алды деп жалған айыптап, оны жұмыстан шығарып жіберіпті. Ол өмірінің жартысын жұмысқа арнаған еді. Бұл ойындар оның соңғы үміті болды. Осы кезде қасапшылар өлтірілген адамдардың органдарын алып тастайды. Олар адамды жарақаттап, көбірек материал алу үшін тірі қалдыруы керек болған. Бірақ олардың барлығы өлі. Олар мұны Ноэль жасаған деп болжайды. Ноэльді қара квадратқа алып барады. Ноэль бұл адамдарды жойғанын мойындайды. Белгілі болғандай, ол оған Солтүстік Кореядан қашуға көмектескен. Қазір ол органдарды иелерінен жасырын түрде алумен айналысады. Шығатын басқа жол жоқ болған соң, Чжун полициядан көмек сұрайды. Бірақ бастығы дәлелдерсіз көмектеспейтінін айтып, оны жұмыстан шығарады. Олар аралды іздеуді жеделдету үшін екі топқа бөлінуді шешеді. Жаңа ойын басталады. Ойыншыларды алаңға апарып, әрқайсысын 5 адамнан тұратын топтарға бөледі. Толық жинақталған топқа 222 нөмірлі адам келеді. Ол өзін командаға алуды сұрайды, себебі оның сәбиі болады. Олар 6 аяқпен 5 сайыс ойынын ойнайды. Команда аяқтарын байлап ойынға кіріседі. Ойыншылар әр 10 метр сайын шағын ойынға қатысуы керек. Әр ойынды жеңген соң, команда әрі қарай қозғала алады. Алғашқы ойын Ткайджи, екіншісі Бисакчиги, үшіншісі Кингенори, төртіншісі Пянги, бесіншісі Чаджи. Мақсат әр ойынды жеңіп 5 минут ішінде мәреге жету. Барлық қатысушылар өздері жақсы білетін ойындарға бөлінеді. Сон Инхоға ойын таңдауды ұсынады. Инхо байқаусызда Сонды есіммен атап қалады. Сон бұған күдікпен қарағанда, Инхо бұл туралы оның досынан білгенін айтады. Алғашқы екі топ ойынға кіріседі. Ұлдар командасы 3 минут бойы екінші ойынды өтуге тырысады. Олар тасты қағып түсіреді, бірақ шекарадан өтіп кетеді. Таймер 17 секундты көрсеткенде ғана олар екінші кезеңді аяқтайды. Бірақ уақыт бітіп қалады. Демек олардың бәрі өлуі тиіс. Ешкім командаға алғысы келмеген ойыншылардың кезегі келеді. Олар бір-бірін қолдап, сабырлы кеңестер береді. Инхо олардың ұйымдасқан әрекеттеріне таң қалады. Көпшіліктің қошеметімен олар барлық ойыннан өтеді. Танос тобы да жеңіске жетеді. Бірақ барлығына бірдей сәттілік серік болмайды. Соңғы болып соттың командасы сынақтан өтеді. Инхо олардың жеңісіне сенеді. Командасы үйлесімді жұмыс істейді. Бірақ оның кезегі келгенде бірнеше рет жеңіледі. Тек соның көмегімен ғана жеңіске жетеді. Өз кезегінде Сон 5 соққы жасауы керек еді. 4-ші соққыдан кейін ойыншы ауаға ұшып кетеді. Сон баяулап қалған кезде Инхо оны аяғынан тартып қалады. Ойыншық Сонның аяғына құлау үшін. Олар өте алды, бірақ көрші команда емес. Ойыннан кейін барлық қатысушылар бір-бірімен таныса бастайды. Олардың әңгімесін банк есепшотындағы сыйақының толықтырылғаны туралы хабар үзеді. Әрқайсысына 78 миллион тиесілі.
бірақ бұл сома да жеткіліксіз болып көрінеді. Қатысушыларға тағы да ойыннан шығу мүмкіндігі беріледі. Бұрын ойынға қарсы болғандар енді сынақтарды жалғастыруды қалайды. Соны әрқайсысының келесі ойында өлуі мүмкін екенін түсіндірмек болады. Ол ойыннан шығуды ұсынады, себебі бастысы тірі қалу. Бірақ оны барлығы бірдей түсінбейді. Келесі ойын басталады. Барлық қатысушылар орталық платформаның үстінде тұруы керек. Ойын басталғанда платформа айнала бастайды. Сан айтылған кезде қатысушылар сол санға сәйкес топтарға жиналып, есіктерді жауып алу керек. Алғашқы сан 10. Сонның командасы Гамджа тобымен біргеді. Топқа қосыла алмағандардың бәрі өмірімен қош айтысады. Келесі сан 4. Инхо өзінің тобынан 2-2-ден жүгіруді өтінеді. Ол өзіне жаңа команда табады. Бір есікке 3 ер адам жүгіріп кіреді. Олар байқалмаймыз деп үміттенгенімен, бірақ барлық жерде камералар орнатылған. Күзетшілер оларды жояды. Келесі раундта 2 жігіт әншекті күшпен сүйреп әкетеді. Ал оның анасы Гамджа тек Инхамен соның арқасында ғана тірі қалады. Олар оның ұлын қайда екенін сұрайды. Анасы адасып қалғандарын айтады. Әншек оны тастап кеткеніне өкінеді, және мұндай жағдай қайта болмас үшін олар қолдарын мықтап ұстайды. Жаңа сан 6. Дүрбелең кезінде Ын-Миді итеріп жібереді. Ол бөлмеге жүгіріп үлгерер еді, бірақ Миенг оған кедергі жасайды. Фон Шу оны Ын-Мидің өлімі үшін кінәлайды. Бірақ Миенг егер олай істемесе, бәрі ұтылар еді деп ақталады. Соңғы раунд басталады. Инхо ойыншыларға 2 саны болатынын ескертеді, себебі бөлмеде барлығы 50 адам, ал 26 адам ойыннан шығып қалуы керек. Бұл болжам расталады. Барлық бөлмелер толып кетеді. Нағыз қанды қырғын басталады. Инхо Чжонбэге бос бөлмеге жүгіріп кіруге көмектеседі. Бөлмеде бір адам отыр екен. Өздері келесі кезеңге өту үшін оны жоюға тура келді. Менге Чунхиге бәрін басынан бастауға ұсыныс жасайды, егер олар аман қалса. Қыз оған олардың ортақ баласы емес, ақшасы керек болып тұрғанын жақсы түсінеді. Сон ойыншыларды дауыс беруден бас тартуға көндіргісі келеді. Бірақ Инхо бұл өте қауіпті болуы мүмкін деп есептейді, себебі бұл қатысушыларды күтпеген әрекет жасауға итермелейді. Іздеу тобы аралды табады. Онда жасырын есік бар екені анықталады. Арнайы жасақ есікті тексеруге кетеді, бірақ олар қақпанға түсіп қалады. Дауыс беру басталады. Әділеттілік үшін қызметкерлер тәртіп бұзушыларды анықтайды. Алғашқы ойыншы тағы да соңғы дауыс беру құрметіне ие болады. Чжонбэй Инходан қорқатынын айтады, бірақ сөзін аяқтауға үлгермейді. Бірінші ойыншы крестикке басады. Дауыс беру жаңадан бастауға тура келеді. Келесі дауыс беру ертең өтетін болып шешіледі. Соңына Чжонбэйнің Инхо туралы не айтатыны қызықтырады, бірақ ол үнсіз қалады. Жуынатын бөлмеде қақтығыс басталады. Танос Мингиді өлтірмек, бірақ Минги шанышқыны пайдалана отырып, оның көзін жояды. Күзетшілер жуынатын бөлмеде қырғын болып жатқанын естиді, бірақ ештеңе істемейді. Бөлмеде отырғандар кассаның толып жатқанын байқайды. Түнде ерекше оқиға болады. Бір сарбаз капитанның дрондармен бірдеңе жасап жатқанын байқайды. Ол капитанның жау жағына жұмыс істеп жүргенін түсінеді. Сондықтан олар осы уақыт бойы ойын өтіп жатқан жерді таба алмай жүр. Капитан сарбаздан құтылып, оны суға лақтырады. Сон маскадағы адамды ұстап алсақ, жеңіске жетеміз деп ұсыныс жасайды. Бірақ Инхо бұл адамдардың қару-жарақтарына қалай төтеп беретіндерін түсінбейді. Сон маскадағы адамдардың қару-жарақтарын тартып алып, көтеріліс бастауға болатынын айтады. Шамдар өшкенде көк ойыншылар төсектерінен үнсіз тұрып, қызылдағы топқа қарай шабуыл жасайды. Сон мұндай жағдай болатынын біліп, өз тобына тыныштық сақтап, соңына дейін шайқасқа кіріспеуді өтінеді. Біраз уақыттан кейін квадрат шайқасты тоқтатуға бұйрық береді. Қаза тапқандарды анықтау үшін күзетшілер сенсорларды сканерлей бастайды. Осы кезде ойыншылар оларға шабуыл жасайды. Тірі қалғандар есікке жүгіріп барады, бірақ біреуі үлгермей қалады. Дабыл қосылады. Барлық сарбаздар жиналатын орынға жүгіріп кетеді. Осы уақытта сон қарудың қалған бөліктерін жинап, ойын жасаушыларға қарсы тұруды ұсынады. Бірақ дәлізге шыққан кезде олар қақпанға түседі. Соған қарамастан сарбаздар жеңіліске ұшырады. Бірақ бұл тек бірінші қорғаныс шебі еді. Жоғарғы қабатта күзетшілер әлдеқайда көп болды. Көтерілісшілердің негізгі бөлігі күзетшілерді ұстап тұруға қалды. Осы уақытта сон маскасын пайдаланып, жабық аумаққа өтеді. Байланыс орталығына дейін тек бір дәліз қалды. Мәселе мынада, олардың оқ дәрісі таусылуға жақын. Сон Инхоға қосымша оқ алып келуді өтінеді, бірақ Инхо енді одақтас емес. Ол ойыншыларды бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Бұл оның басынан жоспарлаған әрекеті болатын. Сол кезде тағы да күзетшілер келіп, көтерілісшілердің бәрін жойып жібереді. Бірнеше минуттан кейін Инхо өз киімін киіп, сонның қасына түседі. Алдымен ол сонның досын өлтіріп, оның жоспарының неге алып келгенін көрсетеді. Осылайша екінші маусым аяқталады. Әлем өзгермейінше ойында тоқтамайды.
Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.